Сәлем достар, біз бүгін сіздермен бірге синнабон жасайтын боламыз. Ол үшін бізге май, оның үстіне сүт қосып, қант қосамыз. Үстіне пак мая сеуіп, оның үстіне бір жұмыртқа қосамыз. Араластырып, оны себеміз. Дайын болған қамырымызды салафанға қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды илеп алып, сары майды ерітіп, осының үстіне жағатын боламыз. Содан кейін кофе, мак және де қантты қосып араластырып, осының үстіне барлығын сепетін боламыз. Және де дәл видеодағыдай осылай орайтын боламыз. Ал орап болғаннан кейін оны кесу үшін біз осындай кәдімгідей жіпті пайдаланып, осылай астынан өткізіп, оны кесетін боламыз. Осылай шығу керек. Ал енді оның үстіңгі қоспасын жасау үшін бізге сары май немесе маргаринді ерітеміз. Содан кейін творожный сыр, содан кейін сахарная пудраны қосып, барлығын араластыратын боламыз. Мінекей ол осылай болу қажет. Ал осы аралықта біздің синнабондарымыз да піскен болатын. Және де біз осыларды енді үстіне жағатын боламыз. Көп жағуға болатын еді, алайда біз аз істедік, бірақ та оны жылқытып та жасауға болады.